Қызым бүгін жаңа телефонды мектепке ал, барлығы таң қалсын. Я, мама, бірақ бәрібір қызық емес сияқты. Ассистент. Я, айта беріңіз. Сен Лананың сөмкесін дайындадың ба? Я, сөмкеңіз дайын, Лана ханым. Мүлдем қызық емес. Лана ханым. Не болды? Сіз бүгін мектепке баруыңыз керек. Барлығы дайын. Неге сөмкеңіз? Олай болса мен кеттім. Тоқтаңыз. Сөмкемнің ішінде не бар екен? Той, қайтадан ақшаны толтырып салып тастапты ғой. Бұл маған түк те қызық емес. Қызым, мектептегі жаңа жобаны үлгеріп жатсың ба? Я, анашым, бәріне үлгеріп жатырмын. Қазір мен мектепке кетем. Жақсы, қазір күте тұр. Мына жерде менің барлық ақшам, айлығым жатыр. Қызыма кішкене болсын көмек қолын созайын. Кішкене ғана ақшам қалды. Жарайды осы. Бар ақшамды қызыма берейін. Қызым, міне саған ақша. Анашым, бұныңыз не? Бұл тым көп қой. Сіздің айлығыңыздың тең жартысы ғой. Я, қызым, бірақ мектептегі жаңа жобадан бірінші орын алады деп сенемін және үміттенемін. Міне осы бар ақшамды алып, ең бас жүлдені аласың деп ойлаймын. Бұл шын ба? Шынымен маған беріп тұрсыз ба? Я, қызым, ала ғой. Анашым, рахмет сізге. Оқас жоқ. Ең бастысы, сен қуанғаныңды көргім келеді. Мен кеттім сабаққа. Пока. Енді айлығымның тең жартысын бердім. Енді барынша үнемдеуге тырысу керек. Мен де жұмысқа барайын. Бағана көрдіңдер ме? Бағана Лана ең қымбат көлікпен келді ғой мектепке. Я, көрдік. Ол өте қымбат көлікпен келеді. Бір мақтанғысы келе маған. Я, сол ғой. Сәлем, достар. Сәлем.
қалайсыңдар? Бүгін ертең болатын жобаға дайындалайық. Біз міндетті түрде ұтуымыз керек. Я, ұтуымыз керек. Осы Ланадан осып кетейікші. Я, бірақ мен осы жобаға қатысам, және маған сендердің көмектерің қажет болады. Қандай көмек қажет? Мысалы, Лана, ау, сен жаңадан телефон алдың ба? Я, кеше ғана алдым. Бұл қателеспесем кешен алдың күні шыққан, және мен кеше алдым. Құтты болсын. Kişinin öldüğünü şükken kişi öldüm. Балалар, ертең сайыс болады, және әрқайсысы өз жобаларында дайындап келесіңдер деп ойлаймын. Ертең бізде сайыс болады, және әрқайсыларын өз жобаларында дайындап келесіңдер деп ойлаймын. Түсінікті ме? Иә. Ал түсінікті болса, сабағымызды бастайық. Номер 1 есептен басып шығарайық. Анашым. Не болды? Ертең үлкен сайыс өтпек, және маған ең керемет жоба керек. Не үшін ертелік айтпадың? Мен ұмытып кетіппін. Олай болса, адамдарды шақырып, ең керемет жоба жасатайық. Қандай тақырыпта? Мінеки. Осы тақырыптарда. Жарайды. Сәлеметсіздер ме? Біз дизайнерлер тобы осындай креативный, ең қызықты ойыншықты ойлап таптық. Ойыншық бұл жобаға сәйкес келе ме екен? Иә, толықтай сәйкес келеді. Мінеки, қазір көрсетейін. Бұл тым қарапайым. Бұған ешкім қызықпайды. Не басқа қызықтыратын ештеңе жоқ па? Басқа қызықтыратын? Я, мысалы, бір роза болсын, оны бір алтынға боямалайсыздар ма, білмеймін. Әйтеуір барлығына ауыздарын аштыратындай етіп қызықты қылыңыздар. Я, менің қызым не деп тура соны жасаңыздар. Жарайды, қазір менде сіз бағана айтқандай зат бар сияқты. Қазір күте тұрыңыз. Мінеки, бұл нағыз шеберлердің қолынан жасалған алтын роза. Мәссаған, түрін көрейінші. Әрине, мінеки көріңіз. Вау, қандай әдемі. Қызым осыдан ұнады ма? Әрине. Ертең бұны мен мектепке барсам міндетті түрде бас жүлде аламын. Анашым, мен осыны аламын. Жақсы. Міне болды, сіздерге де рахмет. Неткен әдемі гүл. Мен бұндай гүлді өмірімде көрмеппін. Я, бұл байлықтың символы сияқты. Дұрыс айтасыз, анашым. Ертең мен міндетті түрде бірінші орын алмасам болмайды. Бұндай гүл ешкімде жоқ шығар. Әрине ешкімде жоқ.
Себебі әркімнің қалтасы бұндай гүлді көтермейді. Дұрыс айтасыз. Алақай, анашым біздің шынымен қолымыздан келді ме? Я, қызым, әрине келді. Бәрі шынайы еңбектің арқасында. Алақай, енді мен ертең шынымен бірінші орын алам ба? Я, қызым. Қандай әдемі. Рахмет, анашым. Мен ертеңгі сайысқа жинала берейін. Я. Сен бүгін не алып келдің? Бұл менің өзімдік жобам, және мен ешкімге айтқым келмейді. Бірақ есіңде болсын, мен әрқашан жеңемін. Және бұл бірінші орын, және бас жүлде менікі болады. Өзіне тым қатты сенімдісің ғой? Әрине. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Бұл менің медузам. Мінекей. Кешір, бірақ сен бас жүлдеге лайықты емессің. Жарайды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе? Бұл менің жобам. Мінекей. Қандай әдемі. Алтыннан жасалған роза. Кәне ұстап көрсем бола ма? Әрине. Бұл шынымен алтын ғой. Вау, шынымен алтын екен. Өте керемет. Сен қазірше басты жүлдеге лайықтысың деп есептейміз. Рахмет. Айттым ғой мен саған. Қанекей отырайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Бұл менің жобам. Бұны мен қолдан жасадым. Яғни маған анам көмектескен. Бұл жерде қызығатын ештеңе жоқ секілді. Бұны шынымен қолдан жасадыңдар ма? Әрине. Анам екеуміз жасадық. Өте қызық. Бұны қолдан жасау мүмкін емес қой. Я, бірақ біз жасадық. Вау, мен бұндай өнерді мен бірінші рет көріп тұрмын. Енді бізге таңдау жасау қиын болып тұр. Сәлден кейін жауабын айтатын боламыз. Негде жобанды ала ғой.
Оқушылар келе берсеңдер болады. Бұл сайыс негізінен қолөнер болатын, және біз жеңімпазды анықтадық. Оның есімі Анна. Шынымен менің есімім аталды ма? Я, Анна, келе ғой. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы ол бізде Анна. Себебі бұндай мүсінді қолдан жасау мүмкін емес десек те болады. Бұл үлкен еңбекті қажет етеді. Және осы еңбегіңді бағалай отырып, біз сені бүгінгі сайыстың жеңімпазы ретінде санаймыз. Рахмет барлықтарыңызға. Және саған ақшалай сыйлық бар. Неге бұл сенің сыйлықтарың? Ала ғой. Рахмет барлықтарыңызға. Осы кезде мен анашыма алғыс айтқым келеді. Себебі ол кісі болмаса, мен бұндай жетістікке жете алмас едім. Анна, тоқташы. Не болды, Елена? Негізінен сенің жобаң маған қатты ұнады. Ол шынымен ба? Я, сен негізінен басты жүлдеге лайықтысың. Бұл әділетті болды. Рахмет. Сау бол.